Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз ілініс механизмі. Яғни автокөліктің трансмиссиясына қатысты тораптардың ішіндегі маңыздысы осы ілініс механизмі болып табылады. Сіздерді міне көріп тұрғандарыңыз мынау ілініс механизмі автокөліктерінің. Трансмиссия дегеннің өзінің атқаратын қызметі, яғни автокөліктің қозғалтқышынан алынған энергияны оны автокөліктің жүріс бөлігіне жеткізу, оны өзгерту, оның күшін өзгерту, қуатын, айналыс моментін өзгерту, осындай қызметтерді атқарады. Яғни тікелей трансмиссиядағы тораптардың қызметі арқылы автокөлік қозғалысқа келеді. Енді сол автокөліктің қозғалтқышынан алған энергияны трансмиссияның басқа тораптарына жеткізетін бірден бір бөлшек ол мына ілініс механизмі болып табылады. Ілініс механизмі. Автокөліктерде ілініс механизмінің бірнеше түрі қолданылады, сіздер білесіздер. Егер дәрістік материалда танысқан болатын болсаңыздар, автокөліктердің ілініс механизмінің гидро ілініс механизмі болады, яғни гидросцепление. Яғни ол сұйық арқылы жасайды. Автокөліктің махабегіне бекітілген арнайы турбиналардан алынған энергия автокөліктің ілініс механизміне берілген турбиналарға береді, сол сұйықтық арқылы айналыс екінші механизмге жалғасады. Одан басқа электромагнитті ілініс механизмі болады. Бұл жағдайда магниттелу арқылы, яғни металл бөлшектері біріне бірі жабысып, сол арқылы беріліс автокөліктің трансмиссиясына беріледі. Үшінші түрі бұл қарапайым механикалық ілініс механизмі. Біздің сіздерге бүгін талқылап көрсетейін деп отқанымыз ілініс механизмі. Ілініс механизмінің негізгі екі деталі. Мынау бірінші, мынау ілініс механизмінің жетектелуші дискісі. Мынау ілініс механизмінің жетектеуші дискісі. Енді егер қарайтын болсақ, мынау жетектеуші дискінің негізі металл дөңгелектен тұрады. Сол металл дөңгелекке арнайы фрикционды жапсырмалар екі бетінен жақсылап шегеленген. Олардан басқа ілініс механизмінің орталық ступицасында міне арнайы шлиці орнатылған. Бұл шлиці арқылы беріліс автокөліктің беріліс қорабының бірінші валына беріледі. Енді олардан басқа сіздердің тағы бір назар аударатын нәрселеріңіз мына пружиналар. Бұл пружиналар автокөліктерді орнынан қозғаған уақытта, немесе жылдамдықты резко ауыстырған уақытта айналысты жеңілдету үшін, яғни мына пружина қысылу арқылы айналысқа жеңілдік қасиет беріледі. Мына фрикционды накладкалар бір арнайы материалдан жасалады. Бұны тозу барысында ауыстырып отырады. Бұның негізгі атқаратын қызметі мына махабекпен және мына жетектелуші дискінің негізгі дискісімен арадағы үйкелісті қамтамасыз ету. Енді келесі жетектелуші дискіге келейік. Жетектелуші дискі дейтін бұл да бірнеше деталдардан тұрады. Оның ең бастысы мынау жетектелуші дискінің негізгі дискісі мінекей. Және оның сыртқы қорабы және бірнеше пластинкалы пружиналар. Енді осының жұмысын қарастырайық. Яғни жұмыс барысында махабиттен алынған айналыс моменті мына жетектеуші дискіге беріледі. Жетектелуші дискінің пружиналары арқылы махабитке қатты қысылып тұрады. Соның нәтижесінде мына жетектеуші дискінің және махабиттің арасында өте күшті үйкеліс пайда болады. Сол үйкелістің арқасында яғни беріліс ары қарай келеді. Енді жұмыс қалай іске асады? Жаңа айтып өттік, мына жетектелуші дискіде қатты пластинкалы пружиналар барды. Осы пластинкалы пружиналарды жүргізуші автокөліктің орнынан қозғаған кезде, немесе автокөліктің жылдамдығын өзгертетін уақыттарда осы пружиналарды қатты қысу керек. Оны қатты қысу мынадай арнайы сығу подшипниктері арқылы іске асады. Яғни сығу подшипниктері оған әсер ететін мынау шаншқы, яғни вилка деп аталады. Осы вилка адамның аяғының күшімен және арнайы гидросолендердің көмегімен мына выжимной подшипник, яғни сығу подшипнигін қатты итереді.
бірақ адамның аяғына бұл жерде аса қатты күш түспейді, себебі оның бәрін гидравликалық цилиндр атқарады. Қатты итерген уақытта мына сырғыма сығу подшипнигі мына жетектеуші дискінің пружинасын қатты қысады төмен қарай. Қатты қысқан уақытта жетектеуші дискінің мына дискісі кейін қарай тартылады. Кейін қарай тартылғанның нәтижесінде мына дискінің, мына жетектеуші дискінің және мына маховиктің арасында белгілі бір саңылау пайда болады. Саңылау. Яғни саңылау пайда болғаннан кейін маховик айналып тұрады, бірақ мына жетектеуші дискі өзінің айналысын тоқтатады. Яғни бұл деген сөз жетектеуші дискінің маховиктен алған айналысы одан ары қарай беріліс қорабына берілмейді деген сөз. Яғни беріліс қорабының ішіндегі бірінші валдың және басқа шестерналардың айналысы тоқтағаннан кейін жүргізуші өзіне қажетті жылдамдыққа ауыстыру, немесе егер беріліс қорабы қалыпты нейтраль жағдайда тұратын болса, оны бірінші беріліске қосу арқылы қозғалысты одан ары қарай жалғастырады. Одан ары қарай беріліс қорабы нені ауыстырғаннан кейін, жылдамдықты ауыстырғаннан кейін жүргізуші аяқ педалды босатады. Педалды босатқаннан кейін мына сығу подшипник өзінің орнына қайта қарай келеді. Яғни мына пружина орнына келеді де, мына арадағы үйкеліс саңылау жойылады, яғни қалыпты үйкеліс пайда болады. Міне негізгі іліс механизм атқаратын қызметі осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет.